Дермене жусаны. Дермене жусаны көп жылдық жартылай бұталы өсімдік. Оның кіндік тамыры жуан және айналасында көптеген қосымша тамырлары болады. Қызғылт түсті сабақтары тік өседі. Оның биіктігі 30-50 сантиметрдей. Сарғыш қоңырқай түсті жапырақтары қауырсын пішінді, әрі жиектері тілімделіп келеді. Гүлдеудің алдында жапырақтары түгел түседі. Жаз мезгілінде толық гүлдеп, күзде жеміс береді. Бұл өсімдіктің шипалық қасиетін қазақ халқы ерте кезде-ақ біліп, оның қайнатылған тұнбасын, қоспасын түрлі ауруларға, әсіресе ішектегі құрттарды түсіру үшін пайдаланғаны белгілі. Аңыз бойынша ертеде дәрі іздеп келген басқа ұлт өкілдері жергілікті тұрғындардан қандай дәрілік өсімдіктерді білесіңдер деп сұраған кезде, дәрі міне деп дермене жусанын көрсеткен екен. Содан оның атауы дәрі міне, ақыры дермене аталып кетіпті. Дермене жусанын дәрінің қазынасы, дәрінің қоймасы, дәрілердің патшасы, дәрілердің дәрісі деп босқа атамаған. Оның жапырағы, гүлі, тұқымы және сабағы да дәрілік шикізат болып табылады. Алдымен гүлі ашылмай тұрғанда жапырақтарын жинайды, содан кейін гүлі мен сабағын жинайды. Жусанның тұнбасы адамның тәбетін ашады, асқазан мен ішек бездерінің қызметін жақсартады. Демікпеге шалдыққан адамға оның сабағы мен жапырағының түтінін иіскесе ем болады.